وهو على كل شيء قدير. الله تعالى Құрметті достар, мінеке біз бөрі азығы жолда деп жолға шықтық. Мақсат әділдік жолында жеңіске жеткен азаматтарды қолдау, оларға қолдау көрсету, насихаттау. Әрі қарата менің мылтықсыз майдандағы қарулы серігім, осы қоғамдық кеңестің мүшесі, қоғам белсендісі, әділдік жолында талай шырқыратып, шындықты айтып, билікке жақпаса да халықтың алғысын алып жүрген Зәки Бауыржан әңгімені өрбітеді. Мынандай сөздер сөйлейтін жігіттер форумда жүргізуші болу керек қой. Да? Үндеме. Қалай майдан болады, егер мұқаңда нағыз орыстармен кездесу жиналса кіргізбейтін болса. Майдан жоқ қой онда, солай сыртынан қайттық қой онда. Сыртқы анализ. Баршаңызға қайырлы күн. 217 гектар жерді кезінде 2017-2022 жылы жайылым жерді заңсыз алып кетті. Аграрлық қызметі, тағы жеке кәсіпкер бар. Соны соттасып 1 жыл жүріп, Болашақ деген ауылдың, Бәйтерек ауданының ержүрек азаматтардың арқасында сот арқылы қайтардық. Міне бүгін соған ауылдарына бара жатырмыз, аппаталарын алуға, бас қосып осы мәселені талдауға және сіздерге көрсетуге. Неге? Өйткені Қазақстанда бұлай заңсыз берілген жерлер ауылдың айналасында, әсіресе жайылымдық елді мекеннің жерлері бұлай. Соны біз тазартуымыз керек. Ал қалғанында біздің видеодан, біздің Instagram парақшасынан ажырмаңыздар, әрі қарта бейнебаяндар сөйлейтін болады. Ал тойға келдік. Садақа қабыл болсын. Тойлатып садақа беріп жатыр мінекей ауыл тұрғындар. Ал құтты болсын қонышқан. Ағам дейтін. Садақа дастарханы мінекей ауыл тұрғындары. Көріп отырсыздар. Шындық женіп ел болып тойлап жатырмыз. Осындай тойлар көп болсын. Дұрыс па? Не айтамыз, біздер де бүгін болашақта өздеріңіз біліп жатсыздар, халқымыз 217 гектар жеріміз қайтып, елі қуанып, бүгін енді әр нәрсені де өзінің сәтімен бүгін сәтін салып бас қосып жіберейікші бір-бірімізге де осы шақырып кіші жұмада, иә. Сол енді қош келді деп айтып отырық. Алла жеме болсын, Құран бағыштап жіберейік. Қал болсын кіші жұмада. Hayırlı nəsib etkisin. O Allah Teala bizlerin әрбір атақтанымызды шуақтығып, әрі батыр күнімізді тыныштықтағыдыр айсын. Малдарында келмеңдер, әкетіңдер дегенге қорқып, ойбай не болды деп, сол жерде, мына жерде Бауыржан, мына Закиұлына өте үлкен алғысымызды айтамыз. Осылай Бауыржанға барайық, арызымызды түсірейік, өтінішімізді айтайық деп, сол түсіріп, айтып, оған Бауыржан келісіп бізбенен осылай сотқа барып, осы әділетті сот шықты, керемет, соны жеңіп шықты, солай бір өтініш білдіріп едік. Бауыржан Закиға үлкен рахметімізді айтамыз, көкем. Осы барып соттан қалай қуанып шықтық, переживать еттік, ойбай қалай болар екен, бүйтер екен, анжақтағылар айтып жатыр, ала алмайсыңдар, бүйтіп қойдық, сөйтіп қойдық деп айтатын әңгімелер көп қой. Біздер енді заң жолын білмегесін көп, ауылда өскесін, ойбай деп, сол саған көкем жүгініп, саған еңбек артып осылай, сол еңбегімізді ақтап шықтың, еңбегің жемісті болсын. Алыстардан көріне бер, әлде де талай кездесеміз, жүздесеміз, бір болайық, бір қазаның ішінде қайнайық бәріміз, бір Қазақстанда, бір облыста тұрғасын. Көп-көп рахметімізді айтамыз үлкен. Бүгін сол бір кісілерге рахметімізді үлкен кісілерге. Сосын мына жерде билік пен халықтың арасындағы қашықтық, ара қашықтық қатты алыстап бара жатыр. Жік қатты ашылып бара жатыр. Билігі бардың, күші бардың, тамыр танысы бардың, ақшасы бардың, жақсымен бәрі араласатындардың кез келген затты жасай алатын жағдай келді. Сіздердің сол мысалдарыңыз, өйткені оған бұл жерде мен айтуыма дәлел, осы соттың шешімі біздің жүрісіміз. Яғни берілмейтін жайылымдық жер, оны бәріңіз де біліп тұрсыз, бірақ жер кодексі бойынша, жайылымдық жер бойынша, заң бойынша берілмейтін жерді бизнесқа жекеге беру деген, оны артынан және бірнеше де сатып толықтай беріп жіберу деген ол заңсыздықтың заңсыздығы. Енді не дейді, ана бір сөз бар ғой, қазақ енді
не бірақ жер үшін өледі деген. Аталарымыз жер үшін күресті ғой. Біз енді шынында да басқа байлыққа, басқа нәрселерді қатты байланбасақ та жерге деген кәдімгі өте қасиетті, қастерлі санайтын ұғымыз ғой. Сондықтан да осы мәселе бізге сол көп нәрсені аңғартты. Одан емес, яғни бір қадам жасап, батылдық танытуымызда алдына біздің айтып жүрген мәселеміз, Мұхтар екеуміз көтеріп жүргеніміз, әкем бар ғой, батыл қоғам деген ұсыныс, батыл қоғам, яғни батыл қоғам деген сөз ол деген өзінің құқығын сақтай білу. Сондықтан да бұл жер өздеріңіз оны көріп отырсыздар. Өйткені қазір сіздерден кейін қанша маған ауылдан, Мұратсайдан, Тасқаладан, Теректіден қанша ауылдың халқы маған хабарласып, сөйтіп істеп отырсыздар, болашаққа жер алып бересіздер. Бізде де дәл сондай ғой мынау дегенде. Дария круглоземныйды айтпай-ақ қойып, қаланың айналасын бәрі осындай жағдай ғой. Неге? Ол жерде не қорқады, не банағы ауызбіршілік жоқ. Не банағыдай жасайды дейді, бірақ арасында жасайтын белсенді жоқ. Сондықтан мына Мұхамбет ағамыз бен Өреш ағамыз екеуміз сіздерге рахмет білдіремін. Өйткені сіз қожайыны келді, қалай ұрысты, қалай төбелеспесең енді қатты жек сөйледі маған кәдімгі. Мен жерді тартып алдым, сендерден оңбаған сөйледі. Бірақ мен бірден ұсыныс айттым. Ол далада біздің шатасуымыз дұрыс емес. Сіз бизнес өкілісіз, біз халық өкіліміз, бұл жерде жерді беретін әкімдік, плюс полиция, прокурорың бар, заңдылықты қарайтын. Біз не мектепте, не әкімдікте кездесуіміз керек. Аға деді, мен бұл жерде болмайды, ондай шатақ шығарып, далада мен сіздің жерді арнайы алатын жоқ. Халық соттың шешімі бар. Артымызда халық бар деген немен бар, ол кісі басылды. Ол не деген сөз? Өйткені ол кісілерді, оның балаларын мен танимын. Оның балалары кезінде прокуратурада да, акиматта да барлық жерде істеді. Өздері енді жасаған шығар, білмеймін. Бірақ яғни ол деген сөз. Яғни олар бәрі осылай дөкейлердің арасында жүріп, кез келген проблема шешемін деген сөз. Бұның ең жаман жері бар. Жақсы, бәрімізде бай болайық, бәрімізде байланысымыз мықты болсын, мықты дөкей болайық бәрімізде. Бірақ біз әділдік, адалдық деген ұғымнан ешқашан аттап баспауымыз керек. Сол жерді алып жатқанда немесе басқа іс шаруада да біз сұрап алуымыз керек. Мынау адал нәрсе ме? Адал нәрсе болса, қайырлы болсын. Алдайық, жасайық. Бизнес болсын, басқа болсын. Енді адал емес болса, онда бармау керек. Бұндай жерде ең бір жаман жері бұл. Біз коррупция дейміз ғой. Коррупцияны біз түсінбей жатамыз көбіне. Балаларға түсіндіреміз, өзімізге. Коррупцияның бір түрі осы. Яғни кез келген ситуацияда Құдай сақтасын, ол адам, танысы бар, басқасы бар, адам басып кетсін. Бір адамды өлтіріп тастасын, біреудің жерін алып алсын, суын тартып алсын, кез келген шаруа жасайтын болса да, ол бәрі сенеді. Мен артында бір жігіттер бар, алар бар, мен барам, сөйлесем, мынандай береді, кез келген шаруаны шешеді. Ең жаман жері сол. Ол деген сөз жазсыз адамның өзін соттап жіберу керек деген сөз, сол болады деген сөз. Сондықтан да біздің жалпы жүйе құрғымыз келеді. Ол мына әділетті қоғам, әділетті ел, оны президентіміз Тоқаев өзі сол айтып жүр ғой. Енді бұл жерде тәуелсіз соттар. Яғни бізде сот мықты тәуелсіз болу керек. Біздің алдағы ұсынысты өздері айтқанда қолданып болатын. Ас беру деген бұл жай кездесіп, танысып, тек қана дастарханда емес. Бұл мына видео арқылы басқа Қазақстанға, басқа Қазақстанда ауылдарға, біздің аудандарға барлығына үлгі болу. Біз осылай жасадық. Жасайған ой, және міне батамыз деп Аллаға рахметімізді айтып, шүкіршілік айтып жатырмыз деп, алда көрсету. Онда бұны әлеуметтік қарату керек. Яғни бұның бір несі жаңа нышаны, бұл енді сигнал ғой. Яғни билік болсын, басқа болсын, бұны көрген адамдар ойланады, халық дейтін біріккен екен. Халық дейтін 30 жыл ұйықтап еді, міне оянған екен, және де енді ол өз құқықтарын бермейді деген сияқты мәселе ғой. Осындай қысқатай басымызды қосып, бірталай келіп-келесіп әңгімемізді айтып, ішіміздегі сыртымыздағы өте керемет отырыс болды деп жатырмыз. Барына риза болыңыздар. Құрметті ағайын, танысқанымызға бір жылдан асқан екен, біраз енді жұмыс жасадық, бірге жұмыс жасадық. Өздеріңіз барлығында куәсіздер ғой енді, аққа Құдай жақ дейді. Алтау араз болса ауыздағы келеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп қазағым айтады, оны білесіздер. Ең бастысы бұл жерде көп мәселе анықталды, алдында дейсін енді сотта да, былай да, мына далаға барып, мына шаруа қожалығының қасында тұрып, біраз енді сөйледік дейді, айттық мәселелерді. Көп мәселелер білдіреді. Енді өзім түйгенім қысқаша айтатын болсақ, бұл жерде тәуелсіз еліміз жақсы дамып келе жатырмыз, бірақ дегенмен де мына бай мен кедейдің, билік пен халықтың арасындағы қашықтық, ара қашықтық қатты алыстап бара жатыр. Жік қатты ашылып бара жатыр. Билігі бардың, күші бардың, тамыр танысы бардың, ақшасы бардың, жақсымен бәрі араласатындардың кез келген затты жасай алатын жағдай келді. Сіздердің сол мысалдарыңыз. Өйткені оған бұл жерде мен айтуыма дәлел, ол соттың шешімі біздің жүрісіміз. Яғни
берілмейтін жайылымдық жер, оны бәріңіз де біліп тұрсыздар, бірақ жер кодексі бойынша, жайылымдық жер бойынша, заң бойынша берілмейтін жерді бизнесқа, жекеге беру деген, оны артынан және бірнеше рет сатып, толықтай беріп жіберу деген ол заңсыздықтың заңсыздығы кәдімгідей. Өйткені бұл ең бірінші ол жеке адамның жеріне, бір-бірінің шекаралар көршілеріне түсіп кетіп жатса жақсы, ондай болса енді кішігірім дау келеді. Бұл жерде халықтың несібесі ғой, мал жайылымы деген ол баяғыдан келе жатқан біздің қазақтың жалпы мынандай не бар ғой енді, не дейді ана бір сөз бар ғой енді, қазақ енді не бірақ жер үшін өледі деген. Аталарымыз осы жер үшін күресті ғой. Біз енді шынында да басқа байлыққа, басқа нәрселерді қатты байланбасақ та жерге деген кәдімгі өте қасиетті, қастерлі санайтын ұғымыз ғой. Сондықтан да осы мәселе бізге сол көп нәрсені аңғартты. Бұл енді жақсы. Бірақ екіншісі мені өте қуантқаны, бұл жерде мына сіздердің ауызбіршіліктеріңіз, ұйымдасуыңыз және осындай ой беріп, мынаған біз көнбейміз, мынау дейтін, бізді дейтін, нағыл дейтін, желкемізден басып бізді жерге жаншу, құқығымыздың бәрін бұзу, мына халықты адам санамау деп өтірген, ол маған келіңіздер, басқа заңгерге барыңыздар, бәрі одан әңгіме емес, яғни бір қадам жасап, батылдық танытуыңыздар. Мына біздің айтып жүрген мәселеміз, Мұхтар екеуміз көтеріп жүрген сәтің бар ол. Батыл қоғам деген ұсыныс, батыл қоғам, яғни батыл қоғам деген сөз ол деген өзінің құқығын сақтай білу. Сондықтан да бұл жерде Нұрмұхамбет ағай мен Төлеш ағайға өзім алғысымды білдіргім келді. Ең бірінші сіздермен кездестік, таныстық, кездестік, жұмыс жоспарын қалай құратынымыздан, қалай қаржылатынымыз бәрін келіскен болатынбыз. Сондықтан да және бұл былай қарасаң қарапайым нәрсе болғанмен, арыз жазу, кездесу, заңгермен келісіммен айтқанмен басқа республиканың облыстарын айтпаймын, біздің облыста бірен саран ондай ауылдар. Өздеріңіз оны көріп отырсыздар. Өйткені қазір сіздерден кейін қанша маған ауылдан, Мұратсайдан, Тасқаладан, Теректіден қанша ауылдың халқы маған хабарласып, сөйтіп істеп отырсыздар. Болашаққа жер алып берсек, бізде де дәл сондай ғой мынау дегенде. Дария круглоземныйды айтпай-ақ қойып, қаланың айналасын бәрі осындай жағдай ғой. Неге? Ол жерде не қорқады, не банағы ауызбіршілік жоқ. Не банағыдай жасайды дейді, бірақ арасында жасайтын белсенді жоқ. Сондықтан мына Мұхамбет ағамыз бен Төлеш ағамыз екеуміз сіздерге рахмет білдіремін. Өйткені сіз процесті, яғни қадам жасадыңыздар. Ары қарай менікі тек алып кету болды, ілестіріп. Солай емес пе? Қайықты сіздер суға түсіріп бастаған, біз естік қой ары қарай. Сондықтан сізге сол үшін рахмет айтамын. Ол өте үлкен құбылыс менің ойымша. Әлі де оны сіздер де біздер де ойлауымыз керек. Ой, не болды? Сотқа барды, сот шешіп берді. Заңсыз болған шығар деп қайтарған дегенмен бұл елік Қазақстанда әр жерде болып жатқан жоқ бұндай мәселе. Заңсыз алып жатқан жерді дөкейлердің өздеріңіз білесіздер, екеуміз куәсіздер. Ана қожайыны келді, қалай ұрысты, қалай төбелеспесе де қатты жек сөйледі маған кәдімгі. Сен мен жерді тартып алдым, сендерден оңбаған сөйледі. Бірақ мен бірден ұсыныс айттым. Бұл далада біздің шатасуымыз дұрыс емес. Сіз бизнес өкілісіз, біз халық өкіліміз, бұл жерде жерді беретін әкімдік, плюс полиция, прокурорың бар, заңдылықты қарайтын. Біз не мектепте, не әкімдікте кездесуіміз керек. Аға деді, бұл жерде болмайды, ондай шатақ шығарып, далада мен сіздің жерді арнайы алатын жоқ. Біз халық соттың шешімі бар. Артымызда халық бар деген немең бар, ол кісі басылды. Ол не деген сөз? Өйткені ол кісілерді оның балаларын мен танимын. Оның балалары кезінде прокуратурада да, акиматтарда барлық жерде істеді. Өздері енді жасаған шығар, білмеймін. Бірақ яғни ол деген сөз. Яғни олар бәрі осылай дөкейлердің арасында жүріп, кез келген проблема шешемін деген сөз. Бұның ең жаман жері бар. Жақсы, бәрімізде бай болайық, бәрімізде байланысымыз мықты болсын, мықты дөкей болайық бәрімізде. Бірақ біз әділдік, адалдық деген ұғымнан ешқашан аттап баспауымыз керек. Сол жерді алып жатқанда немесе басқа іс-шаруада да біз сұрап алуымыз керек. Мынау адал нәрсе ме? Адал нәрсе болса, қайырлы болсын. Алдайық, жасайық. Бизнес болсын, басқа болсын. Енді адал емес болса, ондай бармау керек. Бұндай жерде ең бір жаман жері бұл. Біздің коррупция дейміз ғой. Коррупцияны біз түсінбей жатамыз көбіне. Балаларға түсіндіреміз, өзімізге. Коррупцияның бір түрі осы. Яғни кез келген ситуацияда Құдай сақтасын, ол адам, танысы бар, басқасы бар, адам басып кетсін, бір адамды өлтіріп тастасын, біреудің жерін алып алсын, суын тартып алсын, кез келген шаруа жасайтын болса да, ол бәрі сенеді. Мен артында бір жігіттер бар, алар бар, мен барам, сөйлесем, мынандай береді, кез келген шаруаны шешеді. Ең жаман жері сол. Ол деген сөз жазсыз адамның өзін соттап жіберу керек деген сөз, сол болады деген сөз. Сондықтан да біздің жалпы жүйе құрғымыз келеді. Ол мына әділетті қоғам, әділетті ел, оны президентіміз Тоқаев өзі сол айтып жүр ғой. Енді бұл жерде тәуелсіз соттар. Яғни бізде сот мықты тәуелсіз болу керек. Яғни кез келген адам қанша жапа шексе де сотқа барғанда менің құқығымды қорғайды деген сотқа ғана ол былай айтқанда бас иетінде соттан ғана жәрдем күтетіндей ол сотқа тілеу керек. Бірақ бізде де соттар көп жағдайларда қарапайым халықтың жағдайын тыңдамай жатыр. Бірақ мына жерде міне әділдік орнады. Енді оларда да ығысқан шығар.
біз қанша оның видеосын түсірдік, жер барып айттық, бана әлеуметтік желі мұқайқымыз резонанс көтердік, операцияға өздерінің 20-30 адам келсе көтердік, соның бәрінен де енді аққа құдай жақ деп есептейміз, сондықтан да енді бәрі де солай оңынан болды. Сондықтан сіздерге рахмет, жағынан болсын, өте керемет зат. Мына біздің алдағы ұсынысты өздері айтқанда қолдаған болатын. Ас беру деген бұл жай кездесіп, танысып, тек қана дастарханда емес. Бұл мына видео арқылы басқа Қазақстанда ауылдарға, біздің аудандарға барлығына үлгі болып, біз осылай жасадық. Жасай қоймай, және міне батамыз беріп, Аллаға рахметімізді айтып, шүкіршілік айтып жатырмыз деп, алда көрсету. Сондықтан бұны әлеуметтік түрде тарату керек. Яғни бұның бір несі жаңа нышаны, бұл енді сигнал ғой. Яғни билік болсын, басқа болсын, бұны көрген адамдар ойланады, халық дейтін бір керек екен. Халық дейтін 30 жыл ұйықтап еді, міне оянған екен, және де енді ол өз құқтарын бермейді деген сияқты мәселе ғой. Біз көбіне айтып жатамыз бағанағыдай. Қарапайым халыққа өзінде қарапайым азамат барлығымызда бізге билік қажет емес негізі. Біз билікке саясатқа араласқымыз келмейді. Бізге керегі өзіміздің үйіміз болса, жанұямыз, денсаулығымыз бәрі жақсы аман болса, барып келетін жұмысымыз, жанатымыз болса, жеке көлігіміз болса, балаларымыз ойнап күліп жүрсе, болды, басқа ештеңе не керек? Жақсы, демалыста бір балығы оларсың, далаға шығарсың деген сияқты ойын күліп. Қарапайым азаматқа осы нақты ештеңе керек емес. Бірақ дегенмен де осындай жағдайда билік өзінің іс-әрекетімен заңсыз, оның ішінде бірақ кейбір әкімдердің, прокурорлардың, судья тағы бір нәрселердің дұрыс жасамай отырған. Амал жоқтан осы қарапайым халықты билікке саясатқа тығады. Сондықтан да олай араласу керек болады. Сондықтан да біздің менің айтарым енді не деп айтуға өзімізді ашып жатсың енді, енді